сұхбатымызды бастаймыз. Бөлісіп, таратып, көбейтіп, Facebook'ке салып, сілтемесін беріп, біздің мына су жаңа каналымызға тіркеліңіздер. Совет одағы кезінде бір ғалым болды, тағы атомға қатысты. Оның аты жаңылмасам Сақаров қой деймін. Сақаровқа білетіндер іздеңіздерші, Нобель сыйлығын алды. Ол атом физика ғалымы. Бірақ сіздер оны ойламаңыздар, физикадан, атом саласынан Нобель жоқ, бейбітшілігін алды. Ол неге бейбітшілік сыйлығын алды? Ол Семейде, жаңағы мен Хрущев деп жаңылысып отырмын ғой, сол әңгіме Сақаровпен жаңылыстырып отырмын ғой. Сол Семейде атом жарылғалы жатыр, сынақ, кәдімгі Америкамен бәстесіп, дүние жүзіндегі атом державасы боламыз деп бәстесіп жарылғалы жатыр. Содан ана Сақаров ғалым жарылатын жер қараса Семей, полигон, содан жаңағы қараса маңында қазақтар жүр дейді, арғын, енді ол арғын сарғын демейді ғой, қазақ дей салады ғой. Сол кәдімгі арғын, найман, керей, бәрі сол ауылдар тұр дейді, сол бәленбай ауыл құжынаған қазақтың ортасында атом жарады. Ал заң бойынша олар шегіндіру керек, апару керек. Жоқ, ана ауылдарға хабар да түспеген, атом жаратын жер сол құжынаған қазақтың ортасында жарады екен. Содан Сақаров жаңағы қоңырау шалады. Товарищ Никита Хрущев, анау мынау ақалай көкалай. Ол анау тіке атомның ең мықты маманы болғаннан кейін, ол Никита Хрущевтің жаңа тіке телефонын алады. Екеуі сөйлеседі. Айтады, мынау дұрыс емес, мына дайындық жұмыстарында үлкен қателік бар. Мынау әне жердегі ауылдар көшірілмепті дейді. Енді жерде қазақ ауылға, басқа түк жоқ. Қазақ ауыл. Қазақ ауылдар көшірілмеген, өз жерде 100 мыңға жуық адам бар екен, мынандай қалашық бар екен, мына жерде мынандай ауыл. Енді мөлшерменен ең қауіпті регион 100 мың, ал орташа қауіпті, екінші деңгейде қауіпті регионда жаңағы 300 мыңнан артық халық жасайды екен. Сондықтан бұл атом жаруды Семейдегі тоқтату керек. Немесе әдірісті елсіз ен мекенге, қауіпсіз регионға жасау керек. Мынандай жерде мұншама халық. Бірінші қауіпті деңгейде 100 бәлен мың, екінші қауіпті деңгейде жаңағы 300 мыңнан артық бұндай қауіпті жерде атом сынағын жүргізуге мен қол қоймаймын дейді. Хрущев айтады, хорошо, ладно, товарищ Сақаров дейді, бітті болды. Сосын алады да, жаңа орыстың атышулы боқтықтармен айтпай-ақ қояйын, біз Қазақстанға келіп үйрендік жаңағы не? Орыстар дүниедегі ең боқтампаз қауым ғой, ең боқтампаз. Жер шарында мен бұндай боқтампаз халық көргем жоқ. Наданы бар, білімдісі ағылшындарда бір пакиу дейтін боқтық бар, одан басқа боқтық жоқ енді. Енді сол киносында да айтады, бала да айтады, сәби да айтады, чалы да айтады, пакиу дейді, болды. Ол біздегі енеңді жаңағы түріңдесейін деп апалар, шалдар боқтық болды, одан артық емес. Енді орыстар мына жамандықта, боқтықта, мына елдің бәрінде бар затпенен боқтауда енді алдына жан салмайды. Оның бір тіл ғалымы орыстың боқтық сөздері деп сөздік құрастырып әуелі. Бұл міне сол орыстың осырғын француздың әтірінен артық көретін, орыс десе құдай көріп табынатын орыс құлдарға айтатын сөз. Жер шарында бұндай боғауызғалық жоқ. Ол кешегі Петр бірдің заманына дейін 200 еркек құлға 100 ұрғашы құлды алып, айырбастап, чаңдастырып, біріне бірін коллектив жаңағы анау сиыр фирмада бар болатын баяғыда, сиыр фирмаға 20 бұқан әкеледі де жібере салады. Мына жақтан 100 айғырды алып кеп биеге жібер. Сол сияқты кімнің әкесі екенін білмей былыққан жаңағы қазақ айтады ғой, қырықсідік дейді. Сол қырықсідіктің тұқымы болғаннан кейін сондай болады. Егер ол текті тәрбие көрген, ұят болады, жаман болады дейтін біздің қазақ сияқты болса, одай көп боқтық болмайтын еді ол. Олар қырықсідіктер. Петр бірге дейін олардың мұжықтары, шаруалары, анау өлі жандар бар ғой, Гоголь жазған өлі жандар. Жаңа өліп қалған шаруаларды бар деп биліктен ақша. Бұның бәрі коллектив болды ғой, кәдімгі коллектив. Анада 100 әйел құл болады, мынада 300 еркек құл болады. Ана 100 әйел құлыңа мен бір 50 еркек құл айырбастайын дейді. Себебі не, маған жас құлдар керек, жас. Сөйсе анау айтады, мен мына елдер туып қалса, сосын туыт кезінде ол жұмысқа жарамайды қатты қайырымға. Бағасын көтер, сондықтан дейді. Сөйтіп жаңағы. Сөйтіп отырып, ананы алып келеді кәдімгі ана. Біз қошқар алып кеп, қойға салып, жаңағы теке алып кеп, ешкіге салып. Сөйтіп бар ғой, мына малшы қазақтар сөйтеді ғой, біреудің жақсы бұқасын алып кеп, жаңағы қашпай қалған, қысырғаған сиырына салған сияқты. Сөйтіп ана шаруа әйелдер біріне бір салады, кімдікі екенін білмейді. Мына бірдеңе оп дегеннің бәрі содан шыққан.
Мына орыстың ақсүйегі кәдімгі адам құсап өмір сүрген, өзінің жеке меншік жері бар, жеке дүкені бар, жеке жаңағы тірлігі барлардың бәрі ски болған, мысалы Тянь-Шань ски, ана ски, мына ски болған. Ал енді жаңағы мына бірдеңке оп, түген оп дегендер кімсің? Мысалы мен Серікжан, мысалы менің енді атам аты Есенәлі, мысалы біз Есенәлиевпін деп қояйық. Сонда менің бір 1000 құлым бар, 1000 еркек құлым бар, 500 ұрғашы құлым бар дейік. Орыс болсақ дейін. Құдай сақтасын орыс болудан. Содан жаңағы 1000 құлға мына қай жердің құлы, кімдікісіңдер дейді. Қалың жер, бір ауданның жеріндей жерде алып тұр. Біз Есенәлиевтің құлдарымыз дейді әгілер. Есенәлиевтің біз, содан олар Есенәлиев болып кетеді. Ана біреу болады мысалы. Мысалы, енді Есенәлінің әкесі тірі болды дейік, Нұртөлеу. Есенәлі Нұртөлеу ғой. Сендер кімнің құлысыңдар дейді, Нұртөлеудің құлдарымыз дейді. Орысша енді Нұртөлеуовтың құлдары, Нұртөлеуовтың құлдарымыз дейді. Нұртөлеудің құлдарымыз дейді. Нұртөлеу. Мына оп, еп дегеннің бәрі сол құлдар, кейін сол қожаларының атымен қойылып кетті. Құлдар сөзі. Құлдар қояды оны. Мына Тоқаев, Назарбаев дегендер сол баяғы құлдардың қоятын оп еп. Сондықтан мына қазақтар әлі білмей жүрген болсаңдар, мына өздерің барып, бірдеңе 100 теңгені беріп, мына фамилиядарыңдағы оп ептен құтылыңдар. Ол құлдықтан ба? Ол шекеттеріңе ұрылған, орыстың ұрған қамыты, таңбасы. Сондықтан аттарыңнан құтылыңдар. Ең алғаш Қазақстанда Шерхан Мұртаза бастады. Мұртаза бастады. Одан Қадыр Мырзалиев бастады. Қадыр Мырза әлі болып өзгерді. Міне сол сияқты сіздер де өзгеріңіздер. Өзгермей жүргендер әлі бар, мысалы. Чақанып, чақалыптар жүр әлі. Ол орыстың таңбасы, және ол жақсы орыс болса бірсен, ол қырықсыздықтың орыстар жаңа, әкесінің кім, шешесінің кім екенін білмейтін коллектив алып кеп бір-біріне чаңдастырып жүрген жаңағы, айырбасқа салып жүрген құлдардан туғандар, сол пәленнің құлымыз дейтіндер содан шықты міне. Мен образдап тұрып түсіндірдім міне. Сол орысыңның жаңағы Никитаның Хрущевтің әңгімесінен шығып отыр ғой енді. Бүгін бір Нью-Йоркқа кеп, мына қалың нелерден енді 2 күннен кейін тағы бір бас қосуымыз болады. Сол мына шаршап қапсыз жүріп. Кеше де шаршап өзі. 2 тәулік ұйықтамай, кеше сәл дұрыс ұйықтап. Әңгімені жіберейін деп тұрмын да, бір емін еркін саяси емес, әзілмен қып, үлкен ауыр тақырыптар енді ол. Ауыр тақырыпты ауыр қыла түскеннен не түседі? Соны сәл жеңілдетіп айтады. Сонымен жаңа Сақаровтың сөзіне Хрущев. Хорошо, Сақаров товарищ дейді де өтірік соғады. Әкеңді өлсе қазақтар өлмей ма? Жар дейді. Атом сойтып жарылып кетеді Семейде. Ана бірінші категорияда қауіпті, екінші категорияда қауіпті қазағың бірақ кетеді. Не? Бүкіл шығыстың қазағының ауру сырқау болатыны, неше түрлі адам айтып аузы бармайтын мүгедектер туылатыны, 10 саусақты көзі желкесіне біткен, көзі шекесіне біткен балалардың туылатыны, іштен рак болып туылатыны, 15-20-ға жетпей ауру болатыны, еркек белсіз әйел бедеу болатыны, жаңағы 2 жүрегі бар, 3 асқазаны бар балалардың туылатыны, бұзау екеш бұзау, құлын екеш құлын, қозыларға дейін жаңағы арқасында бір сирағы болып туылатыны, неше түрлі адамның миы жетпейтін аурулардың болуы, сол бүкіл жанның да, жануардың да, бүкіл адамның да ана тұқым қуалайтын заты ДНК дегенді сол атомның радиациясы өзгертіп жібереді. Сол атомның радиациясы өзгертіп жіберетіндіктен жаңағындай құбыжық боп, ауру боп, рак боп туылады. Міне сол қазақтың жерінде Семейде атомның жарылатын сол. Кейін сол жаңағы Сақаров осы оқиғаның бәрін жазып бүкіл дүние жүзіне жібереді. Сөйтіп Америкада Нью-Йорк пост па, Вашингтон, Нью-Йорк пошта ма, Нью-Йорк Таймс па, Вашингтон пост па, екеусі Сақаров соны бір амалын тауып елшілік арқылы жібере ме, Индия арқылы жібере ме, есімде жоқ. Оның да бір сұмдық тарихы бар. Сөйтіп жаңағы қазақ даласындағы сол біліп тұрып атомды қазақтарды сынаққа жасап жарып жібергенін дүниеге ашып жіберіп, сол ерен еңбегімен бейбітшілік сыйлығын алады. Міне, біз атом зардабын көруші халықпыз.